Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін мен бір платформа көрсеткім келеді. Ол платформа бізде мұғалімдерге бір қажетті платформа деп ойлаймын. Ол бізде мұғалімдерге сабақ құрастыруға және өткізуге көмектесетін платформалардың бірі. Ол бізде Teachee платформасы. Teachee. Бұл платформа біз алдымен осылай кіреміз. Және де зарегистрироваться етсек болады Google аккаунтпен немесе тағы басқа аккаунттармен. Және де сіздер көріп тұрғандарыңыздай, мұнда бізде 60-тан көп инструмент бар. Мысалы басып көрсек, мынаның ішінде мысалы презентация істей аламыз, экзамен өткізе аламыз, сабақтың жоспарын құра аламыз, және де тағы да интеллектуалды тест. Және мына жерде бөлімдерге бөлініп тұрады да, мысалы планирование. Мұнда біз сол сабақтың қалай өтетінін жоспарлай аламыз. Мұнда бізде тоже сабақты қызықтыратын мысалы ойындар немесе тағы да сабақты қалай өтуге болатын идеялар берілген. Және мұнда бізде енді сабақта мысалы өткен тақырып бойынша қайталау үшін біз мұнда енді әртүрлі тест, эссе дейді. Соның барлығын құрастыра аламыз бір сайт арқылы. Мұнда енді ондай нәрсе көп, мысалы обратная связь, кері байланыс ретінде мұнда тоже оқушыларға арнап істей аламыз. Енді бұның барлығына бізде жалпы кредит арқылы істелінеді. Мынау не тұр ғой, менде 200 деп тұр, мысалы бұл кредит, то есть біз бір жұмыс істеу үшін бізге определенный бір кредиттар саны керек болады. Мысалы презентация істеу үшін бізге 100 кредит деген сияқты. Солай біз оны қалай көбейте аламыз бұл кредиттарды? Бұны біз жалпы күнделікті егер осы сайтқа кіріп отырсақ, бізге 100 кредиттен беріп отырады да. Міне, мысалы бүгін мен кірдім, енді маған 100 кредит берді. Ертең кірсем тағы 100 береді да. Солай біз күнделікті кіру арқылы осы кредиттер санын көбейте аламыз да, біздің жұмысымыз үшін. Енді мұнда мысалы презентация қалай істейді дегенде, жалпы мысалы істеп көрейік. Мұнда слайды и презентация. Енді мұнда біз өзімізге керек, мысалы пәнімізді аламыз. Мен басында оны математика, физика деп алдым. Мұнда біз мысалы любой пән алсақ болады, кез келген. Мысалы қандай пән алайық? Математика тұра берсін. Және де оценка дегенде біз мұнда өзімізге керек бір сыныпты алсақ болады. Университет, 11-ші сынып. В основном сол 6, 11 кейде. Енді тема дегенде бізде мұнда жалпы біздің сабағымыз неше минутқа арналған. Мысалы мұнда жарты сағат болуы мүмкін, немесе 1 сағаттан көп. Мынау 100 минут деген 1 сағаттан көп. 50 минут, ол примерно 1 сағат. Бізде обычно сабақтарымыз 45-50 минут өтеді. Енді мұнда біз мысалы тіл таңдаған кезде бізде мұнда қазақ тілі жоқ, сондықтан орыс тілі тұра берсін. Және де біз мұнда мысалы қазақ тілінде жазғыңыз келсе, дополнительные детали деген жерге кіріп, мысалы мына жерде осы презентацияны қазақша тілде, толық қазақша тілде жаз деп мұнда жазып қоямыз. Неге? Себебі мынау сайтта біз енді AI мен EI болғандықтан біз сөйтіп жазып арқылы оны полностью аудара аламыз, бізге керек тілге. Енді тема дегенде, мысалы любой бір теманы алсақ болады. Ол бізде қандай? Мысалы тригонометрия. Хотя ол 6-шы сынып емес.
біз тригонометрия, по-моему, 9, иә? 9-да ма? Жазайық. Тригонометриялық теңсіздік па? Так. Тригонометрия. Теңсіздік тек. Енді мұнда енді какой-нибудь навык керек болса, біз оны тоже сохранить етіп жаза аламыз. Және де тағы бір маңызды нәрсе, ол бізде мысалы мына жерде прикрепить файл как дополнительный материал деп тұрады ғой. Сол жерге біз любой файл жүктей аламыз. Сол мысалы біздің егерде қандай да бір неміз болса, файлымыз болса, сол сабаққа байланысты тақырып болатын болса, біз оны дополнительно мұнда тағы жүктей аламыз. Сонда ол біздің презентациямызды толықтырады, иә? Енді мұнда жазайық презентацияны. Толық қазақша түрде жаз. Енді біз мұнда өзімізге ұнайтын кез келген бір не алсақ болады? Тема. Енді көрейік. Енді поиск в интернете дейді. Қысылсақ болады. Мысалы, бұл презентацияны істеу үшін бізге 100 кредит керек болады. Мысалы, создать етіп көрейік. Шамамен 1-2 минут күтсек жеткілікті болады деп ойлаймын. Енді біздің бірінші бетіміз уже істеп басталып жатыр, иә? Істелініп жатыр. Теңсіздік. Бірлік шеңбер арқылы шығаруға болады, иә? Бірлік тригонометриялық теңсіздіктерді. Сосын бізде мынау графике. Синус x үлкен адан, кіші адан. Косинус x-тің мысалы адан үлкен болса, кіші болса. Және тангенс пен котангенс болу керек па? Және периодтық және жалпы шешімдері. Айнымалыны ауыстыру әдісі арқылы шығарсақ болады дейді. Көбейткіштерге жүктеу арқылы интервал әдісін қолдану. Жүйені шешу қадамдары. Барлығы толық жазылған, иә? Мысалы, жалпы беттері де біраз бар екен. Қорытынды және де кроссворд. Болды. Аяқталды, иә? Көп нәрсе етілген тригонометриялық теңсіздікте. Ол бізде бірінші бет па? Ол бізде бірінші бет. Енді жалпы бірінші бетте енді андай жай ғана таныстыру. Бізде мұнда жоспар берілген. План деп, жоспар деп өзгертпеген, но өзіміз де өзгертсек болады ше мұнда. Мысалы, планды жоспар деп сияқты. Жоспар, кіріспе, барлығы бар, негіздері мұнда толық түсіндіріледі да. И ақпаратты толық берілетін сияқты мұнда барлығы. Мысалы,
Да, тригонометрия бізде жалпы қайда қолданылатыны жайлы да айтылған. Қателіктері қорытындылай келе және де кроссвордта берілген. Мысалы мұнда кроссворд ол бізде сол теманы бекіту үшін, және мұнда кроссвордтың өзі берілген және жауабы берілген да. Қызықты деп ойлаймын жалпы. И выводы дегенде қорытынды, Енді біз бұны скачать ете алсақ болады. Бізге удобный форматта PDF ретінде скачать етеміз да, сосын оны қайтадан ашсақ болады. Өзімізге скачать етуге өте ыңғайлы. Мысалы, скачать етіліп жатыр. Міне. Біз енді толық мектепте сабағымызда осы презентацияны қолдана аламыз да. Бізде өте ыңғайлы. Енді жалпы тағы да бұлда біз жалпы не істей аламыз тағы. Бұл істеген барлық презентацияларымыз мои ресурсы деген жерде толық сақталады. Және де мұнда бізде тағы не бар? Мысалы, сообщество деген нәрсе бар. Бұл сообществода мысалы біз біреудің істеген жұмыстарын көре аламыз да, және де бізге ұнайтын болса, біз оны әрине скачать етіп аламыз өзімізге. Скачать ете аламыз. Ол бізде уже дайын тұр да. Мысалы, бізде 5-ші сыныпқа тақырып тоже. Уже дайын нәрселер да. Бұны тоже кредит құртпай скачать ете аламыз. Кез келген бізге ұнайтын бір презентация болса, мына жерде жалпы барлық мұғалімдер өздерінің жұмыстарын жүктеп отырады. Біз де осы профиль жүргізу арқылы мысалы өзіміздің істеген материалдарымыз, презентацияларымызды жүктесек болады. Солай. Классы, календарь. Жалпы календарь жүргізсек болады тағы да. Тек қана презентация емес, жаңағы айтқандай барлық көптеген 60-тан көп инструменттің барлығын қолдана аламыз. Жақсы. Осымен болды. Онда рахмет, сау болыңыздар.